Бүгін сабағымызды бастамас бұрын мына суретке назар аударайық. Балалар, мына суретте нені көріп отырсыздар? Кімдерді көріп отырсыздар? Және олар немен айналысып отыр? Ал кім айтады? Суретте не байқап отырмыз? Қастан? Бұл жерде отбасылар бір ауызға жиналып тамақтанып отыр. Және бұл жерде үлкен атасы олар бата беріп жатыр, өзінің салт-дәстүрін сақтап жатыр. Жарайды, тағы қосатындар бар ма? Ерасыл, кімдер отыр екен бұл жерде? Бұл жерде бір отбасы барлығы бір дастархан басында шай ішіп отыр. Және де одан кейін отбасының ең үлкен қариясы бата беріп отыр. Осы бейнеден қандай құндылықтарды байқап отырсыз балалар? Жаңа айтып отырсыңдар, иә? Және тағы нені байқап отырсыңдар? Мен бауырмашылық, бір-біріне сүйіспеншілігін байқап отырмын. Жарайды, ал келесі Біріне отбасылық сүйіспеншілік пен бірге татулықты байқап отырмын. Иә. Атасы не істеп отыр? Бата беріп отыр, яғни балалардың, немерелерінің үлкен кісілерді не істеп отыр? Құрметтеп отырғанын көріп отырмыз, иә? Осы суреттерді негізге ала отырып, сендер бүгінгі сабақтың тақырыбы не болады деп ойлайсыңдар? Айсұлу айта ғой. Отбасылық құндылық. Ондай болса, балалар, біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасылық құндылықтар деп аталады. Жаңа сендер бірнеше құндылықтарды айтып өттіңдер, отбасыларындағы қандай құндылықтар бар екенін айтып өттіңдер, иә? Бүгінде біз сабағымызды осы отбасындағы құндылықтарға арнаймыз. Яғни біздің оқу мақсатымыз ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану және екпіннің түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану деген мақсат бойынша қазір жұмыс істейміз. Және түсіндіріп айтамыз. Балалар, дискрипциямен танысып алайық. Мәтіннің мазмұны қысқаша үшінші жақтан баяндайды. Оның тілдік ерекшеліктеріне, яғни ішіндегі сөз тіркестеріне, тұрақты сөз тіркестері, антоним, амоним сөздерді табамыз, және соған талдау жасаймыз. Және тілдік тәсілдердің қолдану мақсатын түсіндіреміз. Яғни қандай стильмен жазылып тұрып мәтін, және оның ішінде қандай тілдік ерекшеліктер бар екенін түсіндіріп айтамыз. Киіз үйдің төрінде ауыл ақсақалдары жиылып қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастарханның бұрышында қымыз құйып отыр. Және мені ымдап шақырып алды да, сені аталарыңмен амандасуды ұмытпа дегенім қайда деді. Мен үйден атып шықтым да үйдің сыртында біраз тұрып, үйге кіріп, ассалаумағалейкум аталар дедім. Олар маған күлді де, алейкум ассалам деп жауап қайтарды. Маған кімнің баласысың деді, Момыштың баласымын дедім. Момыш кімнің баласы деді, Имаштың баласымын деді. Осылайша 7 атаға дейін санатты. Жарайды. Мәтіннің мазмұнын жақсы түсінген екенсіңдер. Енді екінші дескриптор бойынша не айтасыңдар? Қандай тілдік ерекшеліктер байқадыңдар ішінен? Ернар айта ғой. Мен бұл жерде сұрау сөйлемін жазып оның ішінде аталарымен амандасуды ұмытпа дегенім қайда, кімнің баласысың, Момыш кімнің баласы. Иә, сұраулы сөйлемдер, есті сөйлемдер зерделенген, иә? Енді Айсұлу, қандай үшінші дескрипторымызды тілдік тәсілдерін қолдану мақсаты не? Қандай стильде жазылған екен мәтін?
көркем стильде жазылған. Иә, әдеби көркем стильде жазылған екен. Не себепті олай шешім қабылдадыңдар? Көркем әдебиет ерекшеліктерін байқадық. Көркем тілде жазған, ресми стильде жазылған ба екен? Жоқ, ондай ерекшеліктер жоқ екен. Жарайсыңдар. Бірінші оның мазмұны бір адам 10 жасар баласын ертіп алып келе жатып, жолдан ескі тағаны көріп қалады. Сосын әкесі оны баласынан алуын сұрайды. Баласы оған бұл ескі таға ғой, бұны не қыласыз деп айтады. Сол кезде әкесі өзі оны иіліп алып, жол айы кетіп бара жатқанда қаланың шетінен темір ұсташыға барады. Ол тағаны кейін 3 тиынға сатып, келе жатқан жерден бірнеше шие сатып алады. Біз бұл мәтінде антоним және мақал-мәтел таптық. Бұл жерде антоним аз және көп, ал мақал-мәтел болса, ал жұмысты қиынсызсаң, көп жұмысқа тап қаласың, және азға қалай әрекет етіп жүрсең, көптен де қор қаласың деген. Иә, соның ішінде антоним қайсысы? Бұның ішінде антоним аз және көп. Бұл мәтін әдебиет стилінде жазылады, өйткені бұл көркем жазылған мәтін, көркем тілде жазылған, көркемдеуіш құралдар қолданылған. Жақсы. Енді бұның ішіне кім бағалады сендерде топты? Толғанай бағаладың ба, қалай бағаладың? Кім қалай жұмыс жасады? Мен жастарды ереже айтып және оның ішіне антоним тапқан үшін оған 2 балл бердім. Және де Айшаға көркемдеуіш құралдар тауып, мәтіннің стиль айтқан үшін оған да балл бердім. Енді қалғандары мәтіннің мазмұнын айтып берген үшін балл қойып бердіңіз, иә? Жарайды, жақсы балалар, өте жақсы жұмыс жасапсыздар. Біз екінші тапсырмаға көшейік. Мәтінмен жақсылап танысып алдық. Екпінді біз білеміз. Сондықтан қазір мынандай сендерге викторина дайындадым. Бірінші тапсырмамыз кім жылдам деген сұраққа жылдам жауап беру керек. Міне топтардың, мына жерде топтардың жазылып тұр. Осы жерге сендер балдарды жинайсыңдар. Ең соңынан балды кім қандай топ жинағанын анықтайтын боламыз. Және тағы бір ескеретін нәрсе, осы топтың ішінде кім жауап берсе, сол адамға да 1 балл қойылады. Сонымен бастайық. Бірінші топ бастасын. Бірінші топ қайсы ұпайды қалайсыздар? Қай сұраққа жауап бересіңдер? Жылдам. 500-ге бірден жауап бересіңдер ме? Жарайды. Адам бойындағы ең асыл қасиет. Тез жауап береміз. Адамгершілік дейді. Тексереміз. Адамгершілік жақсы екен. Ең бірінші топқа 500 балл беремін. Енді екінші топ. Жоқ, бірінші кім жылдан байыштайды, одан кейін байыштайдыңыз. 400. Әкеден балаға берілетін зат. Нақты жауаптың? Тегі. Тегі дейсің ба, қазір көрейік. Әкеден балаға берілетін зат мұра. Ал үшінші топ. Қайсысын қалай? 300. Балаға кім сыншы? Тезірек жауап береміз. 10. Әке сыншы дейді. Тексерейік. Әке дұрыс. Мен үшінші топқа қоямын балды. 300 балл бердім. Келесі топ. Қара шаңырақ иесі кім? Әке дейсің ба? Тексерейік. Ол бала екен. Балалар, қара шаңырақтың иесі сендерсің деп аталарын айтып отыра ма? Видео оқасында. Демек, ол балаға айтып отырады, қара шаңырақтың иесі сен боласың деп. Ал жарайсыңдар, ондай болса, келесі бірінші топ. Құндылықты тап. Қазір 500. Шындығы жоқ үйдің шырайында жоқ дейді. Осы мақалдың ішінде қандай құндылық бар деп білесіңдер? Қатты айтамыз. Үйде бір-біріне шындықты айту, өтірік жасырмау. Дұрыс болу керек. Қазір тексереміз. Адалдық қосамыз ба? Қосамыз. Ал келесі. Енді 4-ші топ. 4-ші топ қайсысын таңдайсыңдар? Әкем көрген оқушылар, шеше көрген тұрмышер дейді. Осының ішінде қандай құндылықты байқап отырсыңдар? Мақалдың ішіндегі. Сендер айта
бір сөзбен айтамыз артында. Не ол? Ата-анадан балаға тәрбие. Тәрбие, иә? Тәрбие. Ал, тексерейік онда. Тәрбие дұрыс айтасың. Бұл 4-ші топқа балық. Енді тілдік бағдарға көшейік. Қазір тілдік бағдарда қалай біле кетеміз? Бірінші топ, енді сендер таңдамайсыңдар, мен таңдаймын. Бірінші топ. Екпін деген не? Сөз екпіні деген не? Сөз екпіні деген не? Соған айтып. Сөз екпіні қай жерде кездеседі? Сөйлемнің соңғы баяндауыштың алдында кездеседі. Тексерейік. Сөз ішіндегі бір буынның көтеріп айтуы сөз екпіні деп аталады. Жарайды. 500 балл тұр. Бала шаға өрбіп, өсіп, ата-ана көңілін жай қылсын. Яғни сөздің басындағы сөздерде қандай екпін бар? Тіркес. Не себепті тіркес екпіні көп тұр? Қанша сөз тұр бұл жерде? Осы викториналық сұрақтардан қай топ ең жоғары балл екенін мына тақтадан көруге болады. Бірінші топ 1700 балл жинаған, екінші топ 1400 балл жинаған, үшінші топ 1200 балл жинады, және төртінші топ 1300 балл жинады. Өте керемет жұмыс жасадық балалар. Жарайсыңдар. Біз қазір жүктік жұмыс жасаймыз. Жүктік жұмыста сендер ұлттық құндылықты отбасында қалыптастыру қажет пе деген тақырыпта өз ойларыңды білдіріп, ПОПС формуласы арқылы жұмыс жасаймыз. Қазір мен сендерге мына қағаз таратып келемін. Осы жерде ПОПС формуласының ерекшелігі бойынша жұмыс жасайсыңдар. Мен қазір сендерді 2 топқа бөліп тастаймын. Міне, осы топта табамыз, жұптарымыз табамыз. Ұлттық құндылықтарды отбасында қалыптастыру қажет пе деген тақырыпта, яғни бірінші сөйлем позиция, мен солай ойлаймын. Екінші себебі деп бастаймыз сөйлемді. Үшінші мысалы келтіреміз. Төртінші осы тақырып бойынша қорытынды шешім айтасыңдар. Ал кім дайын болды балалар? Ал Дастанның тобы. Позиция, мен солай ойлаймын. Орныңыздан тұрмайды? Ұлттық құндылықты отбасында қалыптастыру қажет пе? Позиция, мен солай ойлаймын. Қалыптастыру қажет деп ойлаймыз. Түсіндіру себебі ұлттық құндылық тілге жатады. Және отбасында тілімізді көп қолданамыз. Мен мұны әр елдің өз ана тілдері бар деп, біздің ана тілді дамуды білуге аламын. Мен бұны былай қорытынды жасаймын. Әр ұлттың өзінің тілін мақтан етіп беремін. Сондықтан да ана тілімізді сақтау біздің міндетіміз. Демек сендер отбасындағы құндылықта тілді дамыту керек деп шешімде ғой, ана тілін дамыту жарайды. Ал Ерасыл сендердің жұптарында ұлттық құндылықты қалыптастыру қажет деп ойлаймыз. Себебі ұлттық құндылық деген ауызбіршілікке де ауызбіршілікте ұлттық құндылыққа жатады. Қазақта міндетті түрде ауызбіршілікті сақтаған. Мен бұны мынандай мысал арқылы дәлелдей аламын. Қазақта ауызбіршілікті, адамгершілікті міндетті түрде салт дәстүр ретінде сақтаған. Қалыптастыру керек деп ойлаймын. Себебі әр отбасында адамгершілік, сыйластық және тағы құндылықтар болады. Мен бұны үнге құрмет, деген махаббат мәселе арқылы дәлелдеймін. Айтылған мәселе бойынша үлкенді сыйлау, құрмет көрсету, бір-біріне деген сүйіспеншілік және тағы мәселелер бойынша қорытынды жасаймын. Жақсы. Демек сендердің ойларынша ұлттық құндылықты отбасында қалыптастыру қажет қой, иә? Жақсы, рахмет. Ал мен осыластан бала түсіндіру. Ұлттық құндылықтарды отбасының ата-анасына себебі бала отбасының айнасын демекші, бала ата-анадан алған тәрбиені бойына сіңіреді. Алда қорытынды. Мен қазіргі кездегі ұлттық құндылық отбасында қалыптасу қажет пе деген тұжырымды өз ойымды білдіремін. ПОПС формуласы. Позиция. Ұлттық құндылық ол отбасымен
қарым-қатынас, сүйіспеншілік, тағы басқа да оймен келтірсе болады. Түсіндіру. Отбасы көмектеседі, жақсы көреді, өзінің Балалар, біз жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің сабағымыз аяқталуға жақын. Олай болса, бүгін сабағымыздың соңында айтыңдаршы, кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңдер, не білдік? Сабақ жалпы ұнады ма? Біздің талқылауларымыз қалай болды? Бұл сабақта мен ұлттық құндылықтарды отбасында қалыптастыру қажет екенін түсіндім. Және де біздің талдаулар, сұрақтар маған қатты ұнады. Мен осы сабақ арқылы отбасының қандай құндылықтар бар екенін түсіндім. Отбасында негізінде көбісі сүйіспеншілік, бір-біріне деген құрмет болады. Маған бүгінгі сабақтан викториналық сұрақтар және де мәтінмен жұмыс жасағанымыз өте қатты ұнады. Осы сабақта мен көбіс орналасымен таныстым. Және отбасы құндылықты көп тапсырмалар өтегенді маған ұнады.